Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде ерекше шығарылым. Біз мектебіміздің атын республика деңгейінде асқақтатып, Алматы төрінде өткен HTI First Season 2026 додасында 30 үздік команданың ішінен суырылып шығып, жүлделі екінші орынды иеленген нағыз чемпиондарды қарсы алып отырмыз. Назарларыңызда ITL зерттеуші командасы және олардың жеңісті жолы. Біздің жеңімпаз оқушыларымыз және олардың менторлары Толқын Демеугалиевна мен Айнұр Мұратқалиқызы. Алдымен осы жеңістің басты кейіпкерлерімен таныс болайық. Балалар, өздеріңді таныстырып өтсеңдер. Мен атым Зекен Альдира, 4-ші В сынып оқушысымын. Мен команда капитаны, зерттеуші және код жазушымын. Мен атым Езан Майфуа, мен код жазушы, лего бөлшектен іздеуші және зерттеуші. Мен атым Тоқтаев Қайсар, мен зерттеуші, құрастырушы және де код жазушымын. Мен Ержан Айбат, құрастырушы және зерттеушім. Рахмет. Әрине, әр жеңілістің артында білікті ұстаз тұрады. Осы жас дарындыларды баптап, жеңіске жетелеген жетістіктерімізге сөз берсек. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бізде енді бастауыш сыныптың 4-ші сынып оқушыларымен, өзіміздің сынып оқушылары бар, бұл балалармен бірнеше жарыстарға қатысып, оқушылар өнер мен білімді қатар алып жүрген сондай өнерлі балалар, және де әсіресе ғылыми жобаға бет бұрған, әртүрлі конкурстардың жүлдегері, олимпиададан пәндік олимпиада жүлдегерлері, ол бірнеше конкурстарға қатысып, бүгінде халықаралық деңгейде өте жоғары орындар алып, одан кейін міне кеше ғана өткен Алматыдағы республикалық сайыстан өте жоғары кубок иегері болып алып келдік. Сіздерге сұрақ, бұл жарыстың деңгейі өте жоғары болды. Бастауыш сынып оқушылармен жұмыс істеудің, олардың республикалық додадағы психологиялық тұрғыдан дайындаудың басты құпиясы неде? Бұл жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Ең басты құпиясы бастауыш сынып оқушыларының бұл психологиялық жай күйіне көңіл бөлу. Енді біз жоба барысында, жұмыс барысында оқушыларға қысым көрсетпей, керісінше қолдау білдіріп, өздеріне деген сенімдерін күшейтіп, қандай жарыс болса да өз сенімдеріне мадақтап отыру. Енді әртүрлі дайындық барысында балалардың біз жеткен жетістіктеріне мадақтау бере отырып, сенімдерін күшейттік. Сол сенімнің арқасында бүгін үлкен жетістікке жетіп отыр. Жобаны дайындау барысында балалардың арасында келіспеушіліктер болды ма? Команда ішіндегі білікті сақтап, әр баланың өз міндетін жауапкершілікпен атқаруына қалай қол жеткіздіңдер? Сұрағыңыз өте дұрыс. Бұл келіспеушілік болды. Әрбір негізі жұмыста, осындай жарыста келіспеушілік болары айдан анық. Ол қандай жағдайда? Яғни балалар бір-біріне түсінбеушілік жағдайында балалардың бір-біріне қолдау, бір-бірін тыңдай отырып, командалық жұмысқа, ұйымшылдыққа біз тәрбиелеп келе жатырмыз. Осы жеңістің арқасында, осы ұйымшылдықтың арқасында балалардың әрқайсының өзіне жауапкершілігіне, әрқайсына жеке тапсырма беріп, оның өзінің жауапкершілігі мықты екендігін сезіне отырғандықтан, бүгінгі осылай командалық жұмыстың жемісін көріп отырмыз. Тағы да бір сұрағымыз, сіздердің осы қандай жетістіктеріңіз бар, толықтай айтып өтсеңіздер? Жаңағындай айтып өткендей, біздің жетістіктер өте көп. Яғни балалар пәндік олимпиаданың да жүлдегерлері, бізде республикалық зерде ғылыми жобасы жүреді ғой. Сол жыл сайын қатысамыз. Осыған Қайсар, Альдиралар жоғары деңгейде өтіп, қалалық облыс деңгейге дейін шыққан. Және де енді біз біліммен қатар қосымша біз балаларды дамыту керек қой. Робототехникаға бұл балалардың бағыты өте жоғары. Бұлар қосымша сабаққа қатысу арқылы осы робототехниканы жетілдіріп келе жатыр. Бүгінгі жеңістің жемісі де осы балалардың шығармашылық жұмысқа бейімделуі. Соның арқасында түрлі қалаларда, түрлі облыстық деңгейде олар өздерін көрсетіп келе жатыр. 30 команданың арасында бәсекелестік өте жоғары болды. Біздің балалардың роботындағы бағдарламалық кодты немесе техникалық құрылымын басты артықшылығы неде болды? Қандай фишка? Біздің екінші орынға не шақырды?
Қайырлы күн. Бізде негізінде басқа команданың ең басты ерекшелігіміз, біз қандай тапсырма болсын, қандай сондай бір істелетін жұмыс болсын, барлығын сол ережеге сәйкес, барлығын талаптарға сай істедік. Яғни, мысалы, постер болса, сол постерге қойылатын талап болады ғой. Соның барлығына лайықтап оформлениесін жасадық, және де сол инженерлік шешімді қарайтын болсақ, біз осы тақырыптық сезонға маусымдық тақырыпқа байланысты мәселенің жақсы шешімін тауып алдық. Және де бұл жерде ең баста айта кететін нәрсе, балалардың жақсы дайындығының да өте жоғары деңгейде болуы. Яғни олар кез келген сұрақ қойылған кезде сол сұрақтардың барлығына түгел бір ауыздан жақсы жауап беріп отырды. Және осы судья болған бізде әріптестеріміз командаларды өте әділ түрде бағалады. Себебі кейбір командалардың, мысалы, бірінші рет қатысып жатқан командалар бар, бірнеше рет қатысып жатқан командалар бар, солардың барлығын деңгейін анықтап, жақсы түрде бағалап шықты. Ал қазіргі бастауыш сынып оқушылары үшін күрделі алгоритмдермен жұмыс істеу қаншалықты қиын. Осы жарыс балалардың болашақта кәсіби IT маманы болып қалыптасуына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Негізі бұл алгоритмдер қазіргі бастауыш сыныпта, бірінші сыныптан бастап цифрлық сауаттылық пәні оқытылады. Сол жерде бізде Scratch программасында блоктық программалаудың ең алғашқы негіздерін үйренеді. Яғни ол бала 3-4 сыныпқа келген кезде, маған мысалы үйірмеге келген кезде, ол Spike программасы Scratch программасына өте ұқсас. Яғни ішіндегі блоктарды түсі бойынша таңдап, сол жерден әрі өздерінің командасын құруға өте қатты қиындық туғызбайды. Ал енді бұл балалардың болашақтағы мамандығына қалай әсер ететінін айтатын болсақ, мысалы, осы зерттеу жұмысымен айналысқан кезде олар өздерінің ізденушілік дағдыларын дамытады, одан кейін ұсақ моторикасын дамытады, және де инженерлік шешімдер табуына үлкен әсер етеді. Яғни бұл балалардың мамандық таңдауда мүмкін бір стереотипқа жақсы өзінің дағдыларын өздері жақсарта түседі, дамытады. Ал енді оқушыларымызға сұрақ болса, балалар робототехника әлеміне қалай келдіңдер? Күрделі тетіктерден робот құрастырып, оны тітіртілу, жүргізу сендер үшін қиын ба, әлде қызық па? Біз робототехника әлеміне робототехниканың қосымша үйірмесіне қатысып, және де ең қызық сәт болған кезде біз ұшақ құрастырған кезіміз. Сол кезде бізді Айнұр Мұратқалиқызы, информатика мұғалім, бізді IT зерттеуші командасына таңдап алды. Ал енді бізді роботтарды жүргізу, оларды құрастыру бізге өте басында қиын болды. Бірақ біз бір роботты құрастырғаннан кейін, ары қарай басқа роботтарды құрастыру өте оңай болды. Әрқайсының командада өз рөлдерім бар. Жұмыс барысында ең ұнаған ісің қандай болды? Роботты бөлшектеп жинау ма, әлде оған код жазып бұйрық беру ме? Сұрағыңызға рахмет. Біздің әрбіреуіміздің рөлдеріміз бар. Мысалы, мен команда капитанымын, бірақ мен өзім сайланған жоқпын. Біздің команда мүшелеріміз бізді ең жауапкершілігі бар адам дегенде мені таңдады. Сондықтан мен осылай команда капитаны болдым. Менің өзім алдыма қойған мақсатым болды. Ол жеңіске жету және ата-ананың үмітін ақтау. Біз енді ата-анамыздың үмітін ақтадық, жеңіске жеттік. Осылай сонымен қатар бізге бірлесіп жұмыс істеу өте ұнады. Және біз лего бөлшектерін құрау біздің миымыздағы моторикамызды дамытады. Екінші орын ITL зерттеуші командасы деп хабарлаған сәтте ең алғашқы ойларың қандай болды? Жеңіс тұғырында көтерілгенде қандай сезімде болдыңдар? Екінші ойын ITL зерттеуші командасы деп айтқанда, қуаныш пен мақтаныш, еңбегіміз босқа кетпегенін түсіндік. Бұл жеңістеріңді ең бірінші болып кіммен бөлістіңдер? Ата-аналарың мен сыныптастарың сендерді қалай қарсы алды? Біз жеңісімізді ең бірінші ата-аналарымызбен бөлістік. Алматыдан келген кезде ата-аналарымыз, туысқандарымыз ерекше құрметпен күтіп алды. Ендігі нысана бірінші орын ба? Болашақта тағы қандай керемет робот ойлап тапқыларың келеді? Ендігі біздің алдымызда бірінші орын алу. Біз 25 сәуір Өзбекстанға жолдама алдық. Өзбекстанда біз өзіміздің робототехникада жақсы екенімізді көрсетіп, бірінші орын алғымыз келеді. Ал енді осы біздің алдымызда біз тағы робот құрастырғымыз келеді. Ол қоңыраулен гүріншіндегі суын температурасын өлшейтін робот құрастыру. Қалай күшті.
Бүгін біз болашақтың инженерлерімен таныстық. Олардың көздеріндегі от пен білімге деген сенім мектебіміздің басты байлығы. HTI First Season 2026 додасындағы екінші орын бұл тек бастамасы. Осымен біздің арнайы репортажымыз аяқталды. Мектебіміздің атын республика деңгейінде танытып жүрген ITL зерттеуші командасына және олардың жетекшілеріне алғыс білдіреміз. Біз болашақты бүгін құрамыз. Сау болыңыздар.